сіз білесіз ғой, айтқыңыз келмей отыр. Есектен қымыз шыға ма, шықпай ма сонымен? Есектен мен көрсем Шымкенттен, там Тараздан бір есек көрдім. Көп сұрайтындар. Бірақ болып тұрды. Көп нүкте. Көп нүкте, иә. Қымыз көп, бірақ өзінің табиғи дәмін сақтап қалғандар аз. Ана ішінен бір нәрсе шықты деп айтады. Ішпеңдер, бұның ішіне арақ қосылған, бәрі кәдімгі гарантия қойып, пәтуасын беріп тұрып айтады да адамдар. Егот үшеуі бар, бал бар, қымыздың өзі бар, саумал бар. Үшеуі қосылған кезде бұл жерде бір жойқын емдік эликсир пайда болатын сияқты меніңше. Бұл деген жаңағы кәпірлердің ішетін сусыны, ішің жаңағыдай неге мас қылады, мас айтады деген сияқты әңгімелер жүргізеді. Қазір мысалы бір бауырымыз алады да, ана қымызды ішіп, перегармен алады да, просто правасын айырылып қалады, 15 сутке қамалып қалады, жатады 15 суткеде, правасы кетіп қалды. Болды, енді водитель болып жұмыс жасайтын адам мысалға жұмыстан да айырылды. Бұның күнәсін кім арқалайды деймін да, сонда мен айтамын. Мен де көре алмаймын, сіз де көре алмайсыз. Қанша жерден өндіріске барып қарайық десе, оны бізге көрсетпейді.